Рахмет осындай шақырып ортаға шақырғандарыңызға. Біріншіден, екіншіден мен қазақша сөйлеймін. Үшіншіден біздің аудармашымыз бар. Бүгінгі тақырып қазақ әлемі мен түрік әлемінің тарихын зерттеудің методологиясы туралы болмақ. Методологияны менің өз пайымымша бұл ақиқаттың кілті. Методология деректі іздеудің, ғылыми ақпарат, ғылыми пайым жасаудың ең тиімді әдіс тәсілін анықтау. Енді айтады ғой, үлкен қақпаны кішкентай кілт ашады дейді ғой. Сол сияқты ғылымның ақиқаттың кілті методологияда. Кезінде сіздер Қазақстанда оқыдыңыздар ма, совет заманында оқыған жоқсыздар, бізге кезінде маркстік лениндік методологияны үйретті. Ол батыста жасалған методология. Ол батыстың ақиқатына құрылған методология. Бізде батыстағыдай өнеркәсіп болған жоқ. Батыстағыдай адамды танаудың ең сорақы түрі болған жоқ бізде. Біздің өмір басқаша болды. Бірақ тақ күресі, революция дегендерді жаңағы маркстік лениндік методология бірінші орынға қойған болады. Çok düşünüyorum mu? Özet. Çoğunu anladım zaten. Yine de çok kısa özet. Öncelikle bugün seminere davet ettiğiniz için size ve Enis'e teşekkür ediyorum. Bugün bu konu ulusal ve ortak Türk tarihini araştırma metodolojisi. Çünkü tarihi araştırmada metodoloji konusu en önemli anahtar bir konu. Çünkü tarih yazımları metodoloji, tarih incelemenin yönlendirme açısından yol gösterici bu. Bizim Süveyt dönemindeki bize öğretilen tarih incelemenin metodolojisi daha çok Marksist, komünist bir metodolojisi. O aslında Batı'da yapılan metodoloji. Енді тарихтың жаңағы маркстік материалистік теориясында айттық қой. Осындай ұстанымдар басқа ғалымдардың да таратылмайды. Тойынбей формациялық теория қате дейді. Тойынбей өркениеттік цивилизационный теорияны шығарды. Егер жаңағы формациялық теорияда тап күресі, революция дегендер тарихтың қозғаушы күші болса, Тойынбейді жоқ дейді, тарихтың қозғаушы күші дейді. Ол вызов дейді, сын қатер. И ответ дейді, соған жауап дейді. Осы екеуінің арасындағы тартыс ол тарихты қозғайды дейді. Анау Гегельдің теориясы бар. Закон единства борьбы и противоположности дейді. Бірлік пен қарама-қайшылықтың күрес заманы. Енді осыларды оқып, бірақ қазақ тарихына солардың келе бермейтін ескеріп, мен өзім ойлаймын, біздің тарихтың үш тұғыры бар. Үш тұғыры бар тарихтың. Тарихты қозғайтын үш себеп бар деді. Бір тұғыр ол жер. Жерің болса, тарихың болады. Жерің болса. Сол жерде, саған тиесілі жерде сенің тарихың жазылады, тарихың қалыптаса, ол сенің тарихқа ие боласың. Мәселен, кеше соғыс болды, ұлы отан соғысы. Сонда мынау көрші Саратов облысынан, мынау Орынбор облысынан мыңдаған қазақ соғысқа кетті. Бірақ олар біздің тарихымыз емес. Өйткені оның жері Ресейдің жері болып тұрды. Ал енді осы Алматыдан кетті Бауыржан Момышұлы соғысқа. Ол тарих біздің тарих болып тұр. Ал анау Орынбордан кеткен Совет одағының батыры болды. Бірақ ол біздің тарих. Міне, жер тарихтың тұғыры жер деген мәселенің бірінші орынға қою керек болып тұр методологияда. Осыны бір айтасың.
Tarihi araştırma metodolojisinde şimdiye kadar birkaç metodoloji var. Önce söylediğimiz Marx komünist metodolojisi. O metodolojiye göre devrim ilk oruna çıkartıyor. Tarih araştırması üzerine. Ve sonra da Toynbee. Endi oған sen Türklerin tarihini aytayım. Kişi Balkan tübeginde Türktür üstünlük kurdu. Бірақ қазір Türktен Balkandan ketті. Ал енді сол Balkan tübegindегі болған тарихты бұлар өзіне енді менің тарихым деп жоқтай бермейді. Оны анау балғарлар жоқтайды. Балкан тübegіндегі халықтар менің тарихым сол деп жоқтайды. Жерің барда сол жердегі оқиға сенің тарихың. Жерің жоқ болса, ол басқа елдің құрамында болса, ол сенің тарихыңа жатпайды. Яғни тарихтың бір тұғыры жерде анықтап өтіп отыр. Daha bir metodoloji var, o İgil'in metodolojisi. Onda tarih tartışmalardan oluşuyor diye. Ama hocamızın görüşüne göre bu yukarıda söylediğim üç metodolojide Kazak tarihini incelemeye doğru bir yol göstermiyor. Kazak tarihinin inceleme metodolojisinde en öncelikle söylemek gereken bir şey o toprak, yer. Çünkü bir halkın kendisine ait toprağı olmadan onun kendisine ait bir tarihi de olmayacak. Hocamız birkaç örnek söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Kazakistan'dan da Rusya'dan da Kazaklar savaşa katıldı. Rusya Federasyonu içinden giden Kazaklar var, Orumbur'dan giden Kazaklar var. Ama onlar şimdi Rusya tarihi olarak inceliyor. Doğru. Ama bizim buradan gidip savaşa katılan Baurujan Momuşlu diye kahraman mı vardı? Kahramanımız var. O şimdi Kazakistan tarihi oldu. Doğru. Topraksallık çok önemli, teritoriyalite. Sonra Türkiye'nin Balkanlardaki savaşları özellikle de anlattı. Evet. Balkan. Oradan Türkler dönünce o dönemdeki savaşlar, o dönemdeki tarih hepsi Balkanlara ait olarak inceleniyor. O yüzden bu toprak faktörü tarih incelemesinde en önemli bir faktör.